Армысыздар, құрметті көрермен. Зейнетақы көбейеді деп сүйіншілеп жатқанымызға біраз уақыт болды. Дегенмен кейбіреулердің жалғыз күнкөріс көзі болып табылатын зейнетақыға қосылған аз ғана пайыз инфляцияға жұтылып кетпей ме? Онсыз да қымбатшылық қос бүйірден қысып тұрған шақта қазірдің өзінде азық-түліктің біраз бөлігі қымбаттап үлгерді. Коммуналдық ақы да арзан емес. Сонымен инфляцияның ең жоғары мөлшері қай қалада тіркелді? Зейнетақыға қатысты қандай өзгерістер орын алмақ? Төлем құрылымы бекітілді. Оның ішінде болашақ зейнеткерлер үшін зейнетақының ең төменгі мөлшері де белгілі болып отыр. Ол қанша болмақ? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қазақстанда жыл сайын зейнетақы төлемдерінің өзгеруін миллиондаған адамдар бақылап отырады. Себебі кейбіреулер үшін бұл жалғыз табыс көзі болып есептеледі. Азық-түлік пен коммуналдық қызметтердің қымбаттауы жағдайында зейнетақының күтілетін өсімі ертеңге деген сенімділіктің кепілі іспеттес. Зейнетақының қаншаға артатыны және өзгерістер кімдерге әсер ететіні жөнінде толығырақ айтатын боламыз. Зейнетақыны индекстеу мәселесі бойынша Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне жүгіндік. Министрліктің дерегінше 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап егде жастағы қазақстандықтар үшін төлемдер инфляция деңгейінен 2%-ға озып, 8,5%-ға ұлғаяды. Базалық зейнетақы мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің өзгеруіне байланысты артатын болады. 2025 жылы өскеннен кейін жиынтық зейнетақының ең төменгі мөлшері 95.131 теңгені құрайды. Оның ішінде ең төменгі ынтымақты зейнетақы 62.771 теңге, базалық зейнетақы 32.360 теңге мөлшерінде. Зейнетақының ұлғаюы барлық 2,4 миллион зейнеткерге әсер етеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстанда 2023 жылдан бастап және алдағы 5 жыл ішінде базалық зейнетақы мөлшері жыл сайын кезең-кезеңмен артатынын жеткізді. Мысалы, 2025 жылдың басынан бастап ең төменгі базалық зейнетақы төменгі күнкөріс деңгейінің 60%-нан 65%-ға дейін, ең жоғары 100%-дан 105%-ға дейін ұлғайтылатын болады. 2025 жылы зейнетақы төлеуге республикалық бюджеттен 4.231,3 миллиард теңге бағытталды. Олардың ішінде 2.867,7 миллиард теңге жасына және еңбек сіңірген жылдарына байланысты зейнетақы төлемдеріне. Және екіншісі 1.363,6 миллиард теңге базалық зейнетақыға. Айта кету керек, Қазақстанда 8 жасқа дейін 5 және одан да көп бала тәрбиелеп отырған әйелдердің, сондай-ақ төтенше және ең жоғары радиациялық қаупі бар аймақтарда 1949 жылдан 1963 жылға дейін тұрған тұрғындардың мерзімінен бұрын зейнетке шығуға құқығы бар. 2024 жылдың қазан айында инфляция 0,9%-ға дейін жетелдеді. Тек коммуналдық қызметтердің ғана емес, тұз, жұмыртқа және күнбағыс майы сияқты маңызды азық-түліктің де бағасы өсті. Ең жоғары инфляция Алматыда тіркелді. Осы көрсеткіштерді негізге алсақ, 2025 жылы зейнетақы төлемдерінің артуы шығындардың өсімін өтеуге мүмкіндік береді деген қорытынды жасауға болады. Алайда, ол